Егер сен қараңғы жолда осы көлікті көрсең, тоқтама. Ол сені иіскеп табады, және қаша алмайсың. 23 жылда бір рет оянатын құбыжық сені таңдаса не болады? Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, маған 1000 подписчик жинауға көмектесіңіздер. Алда сіздерді өте қызықты, қорқынышты және сапалы видеолар күтіп тұр. Қолдау көрсетіп, каналға тіркеліп кетіңіздер. Кеш батуға жақын, аспан қызыл түске боялып, күннің соңғы сәулелері ұзын тас жолды қанға малғандай етіп көрсетіп тұрды. Айдос пен оның қарындасы Айару ауылдан қалаға қайтып келе жатқан. Жол бос, тек желдің ысқырығы мен доңғалақтың асфальтқа үйкеленген дыбысы ғана. Кенет арттарынан ескі қара жүк көлігі пайда болды. Фарасы жыпылықтап, тым жақын келеді. Бұл не істеп жүр, деді Айару үреймен. Көлік оларды қуып, сигнал беріп қысым жасай бастады. Айдос газды басты, бірақ жүк көлігі одан да жылдамайды. Олар жолдан бұрылып, ескі шіркеудің қасынан өтті. Сол кезде Айару айқайлап жіберді. Тоқта! Жол жиегінде әлгі жүк көлігі тұр еді. Жанында біреу, ұзын, қара киімді, адамға ұқсас, бірақ қозғалысы біртүрлі. Ол бір нәрсені үлкен құдыққа тастап жатыр. Айдос тоқтамақ болды, бірақ қорқыныш жеңді. Олар кетіп қалды, бірақ қызығушылық қайта әкелді. Олар қайта оралды. Құдыққа жақындағанда ішінен жағымсыз иіс шықты. Айару төмен қарады. Сол сәтте іштен қозғалыс. Қараңғыда көздер жанып тұрды. Біреу тірі еді. Сол кезде арттарынан сыбдыр естілді. Айдос бұрылды, бірақ кеш болды. Ол адам емес еді. Беті жартылай шіріген, көздері суық, арқасынан қанат тәрізді нәрсе шығып тұрды. Ол иіскеп тұрды, дәл аң сияқты. Айдос пен Айаруды байқап қалды. Сол сәтте оның ерні ашылып, адамға ұқсамайтын дыбыс шығарды, және ол жүгірді. Олар машинаға қарай жүгірді. Айдос кілтті әрең салды. Қозғалтқыш іске қосылды, бірақ ол әлдеқашан жақындап қалған еді. Ол көліктің үстіне секірді. Тырнақтары әйнекті тырнап жатты. Айару айқайлап отырды. Айдос газды барынша басты, бірақ ол кетпеді. Олар ескі полиция бекетіне жетті. Ішке кіріп тығылды, бірақ ол сыртта күтіп тұрды. Сосын бір дыбыс шықты радиодан. Егер ол сені таңдаса, сен құтыла алмайсың. Айару жылап отырды. Айдос түсінді. Бұл нәрсе біреуді таңдайды, және ол Айаруды таңдаған еді. Түн ортасында есік бұзылды. Айдос қарсы тұрмақ болды, бірақ ол әлсіз еді. Құбыжық Айаруды алып кетті. Айдос тірі қалды. Таң атты. Полиция келді, бірақ дәлел жоқ. Тек бір нәрсе қалды. Аспанда ұшып бара жатқан қара көлеңке және алыстан естілген дыбыс. Jeepers Creepers. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет. Қазақ аңыздар каналына тіркелуді ұмытпа.